Сәлем достар! Егерде сіздер иттер жайында қызықты мәліметтерді іздеген болсаңыз, демек сіз дәл тауып арнамызға қош келдіңіз. Біз сіздерге иттер жайында ең қызықты, тартымды, тіпті таң қалдырар мәліметтерді тауып қойдық. Иттер үйімізді күзетіп, достық ниетінен таймай келеді. Олар бізге адал, ал біз оларға дос бола алып жүрміз бе? Ит туралы не білеміз? Біз ендеше бастаймыз, ал сіз арнаға жазылып, лайк басып, қоңырау шертіп қойыңыз. Иттер құшақтағанды ұнатпайды. Олар үшін бұл басымдықтың белгісі. Сондықтан итті құшақтай беруді доғарған жөн. Олар да адам сияқты шынайы күле алады. Тек ха-ха деудің орнына «х» деген дыбыс шығарады. Егер итіңізден чипсидің иісі шықса, ол чипсы ұрлап жеді деген сөз емес. Ғылымда фритофит деген феномен бар. Иттің аяқ қолында бактериялар көп жиналып қалса, одан жүгерінің дәмі бар чипсидің иісі шығады. Оған себеп серуендеп келгеннен кейін гигиеналық ережелердің сақталмауында. Бэнкс атты боксшы ит пен Баттенс деп аталатын қаз бүкіл жұрт сүйсінген айырылмас достар. Ит апатқа түсіп, соқыр болып қалғаннан кейін қаз екеуі достасып кетеді. Қаз оған аяғынан тұруға көмектесіп, соқыр досын жетектеп жүрді. Баттенс досын мойнымен итеріп, қаңғылдап бағыт береді және ешқашан оны жалғыз қалдырмайды. Шын мәнінде иттер тілін қасық тәрізді қайырып, жоғарыға емес, төменге қайырып ішеді. Күшіктердің көзі туғаннан бір ай өткеннен кейін ғана дұрыс көре бастайды. Күшіктерде 28, иттерде 42 тіс болады. Итіңізді шоколад беріп еркелетпей қойыңыз. Оның құрамында жануардың орталық жүйке жүйесіне у болып тиетін зиянды заттар бар. Әлемде иттің 703 породасы бар. Иттер 250 сөз бен қимылды есінде сақтай алады. Тіпті 5-ке дейін санап, қосу, алу секілді қарапайым есепті шеше алады. Оның зеректілік деңгейі 2 жасар баламен бірдей. Адамға қарағанда иттер дауысты 10 есе жақсы естиді, ал иісті 100 000 есе жақсы сезеді. Тіпті өткен өмірінде сезінген иістер де есінде қалады. Ит асырайтын адамдар басқаларына қарағанда 66% көз қозғалтатын көрінеді. Жаңбыр жауғанда иттердің тасалайтын жер іздеп жүгіріп жүргенін көреміз. Олар су болып қалудан қорықпайды. Жаңбырдың дауысы сезімтал құлағына кері әсерін тигізуінен сақтанады. Олар біздің эмоциямызды түсінетін бірден бір жануар. Оған көз жүгірте бір қарағанның өзінде қуанып тұрғаныңызды, мұңайғаныңызды, ашуланғаныңызды, ұялғаныңызды бірден сезе қояды. Ит қасқырдың тікелей ұрпағы. Олардың орташа өмір сүру ұзақтығы 10-15 жыл. Құйрығын қозғалтса, бұл қуаныштың немесе шыдамсыздықтың белгісі. Адам баласы секілді чихуахуалар да жұмсақ жермен, еңбекпен дүниеге келеді. Яғни оның бас сүйегінің үстіңгі бөлігі сәбилердікі секілді жасына қарай қатаяды. Юрий Гагариннан бұрын ғарышқа алғаш болып Лайка есімді үй жануары ұшты. Олар автокөліктің доңғалағының астында көз жұматын жануарлардың арасындағы көшбасшы. Екінші орында тауық. Иран елінде иттерді үй жануары ретінде ұстауға тыйым салынған. Ең ұзын иттің бойы 2 метр 20 сантиметр. Есімі Зевс. Лабрадор әлемдегі ең танымал тұқым. Иттердің 45% өз иелерінің төсегінде ұйықтайды екен. Бұл үйлерде олар нағыз отбасы мүшесі болып саналады. Ұлы отан соғысы кезінде
Қызыл әскердің қатарында 70 мың ит қызметте болды. Ғалымдардың айтуынша, иттер де біз сияқты түс көреді. Ұлы Александр Македонский жаңа қала құрып, итінің құрметіне ол қалаға Перитас деген атау берген. Итті алғаш рет 2005 жылы оңтүстік кореялық ғалым Хван Усок клондады. Бүгінде бұл рәсім $100,000 тұрады. Иттер көлік жүргізуді де үйренген. Жаңа Зеландияның жануарлардың құқықтарын қорғау жөніндегі қоғамы иттерге тәжірибе жасады. Нәтижесінде 3 ит көлікті тік жолмен айдауды үйреніп, тіпті бұрып көрген. Иттер жайында мәліметтеріміз бүгінге осындай. Лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.